Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті шәкірттер. Бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыз мәт түрлерінің үшіншісі мәт мұнфасыл. Мәт мұнфасыл дегеніміз не? Мұнфасыл дегеніміз бөлек-бөлек ажыраған деген мағына береді. Мәт мұнфасыл қашан мәт мұнфасыл болады? Мәт әріптерінен кейін, яғни әлиф уа уяйдан кейін сәбәбі мәт хамза келіп, сол мәт әріпі мен хамза екеуі екі бөлек кәлимада, яғни екі бөлек сөзде болатын болса, онда мәт мұнфасыл болады. Мысалы, мына жерде инна а'тайна дегенде мәт әріпі бөлек сөзде, сәбәбі мәт хамза бөлек сөзде келіп тұр. Яғни бұл жерде мәт мұнфасыл болып тұр. Инна а'тайна деп оқылады. Жалпы мәт мұнфасылдың үкімі бір әріптен төрт әріпке дейін созуға болады, яғни жәйіз. Мәт мұнфасылға қосымша ху және хи әріптерінің сөз соңында келген жағдайы. Ху әріпінен алдыңғы әріп харакатты болса, немесе хи әріпінен алдыңғы әріп харакатты болатын болса, худың артында бір вау бар сияқты, немесе хидің артында бір яй бар сияқты, бір әріп мөлшерінде созып, мәт табиғи етіп оқимыз. Мысалы, ләху, худан алдыңғы әріп харакатты болып тұр. Осы жерде худың артында бір вау бар сияқты етіп оқимыз. Яғни, ләху деп бір әріп мөлшерінде созып, мәт табиғи етіп оқиды екенбіз. Бихиден кейін, мына жерде хиден кейін бір я қосып, мәт табиғи етіп оқимыз. Бихи. Енді қараңыздар, мына жерде Раббихи ахада деп мысалда кеп тұр. Раббихи ахада дегенде хиден кейін сәбәбі мәт хамза кеп тұр. Бұл жерде хиден кейін сәбәбі мәт хамза келетін болса, мәт мұнфасылдың үкіміне кіреді. Яғни, екі әріптен төрт әріпке дейін оқылады. Раббихи ахада деп. Мәләху ахлада деп. Яғни, мұна жерде худан кейін сәбәбі мәт хамза кеп тұр. Бұл жерде де мәт мұнфасыл болады. Мәләху ахлада. Құрметті жамағат, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі дәрісімізде кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.